Сәлеметсіздер ме? Біз өткенде қазақ тілінен жалғаудың түрлерін өткен болатынбыз. Соның ішінде көптеп жалғауды өткен болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта біз тәуелдік жалғауын өтетін боламыз. Тәуелдік жалғауы. Бір заттың екінші бір затқа кісіге тәуелді екенін білдіретін жалғау. Ол әрине тәуелдік жалғау деп аталады. Тәуелдік жалғау тек зат есімге тән жалғау. Басқа сөз таптары заттанып барып қана тәуелдене алады. Бірінші, менің дәптерлерім, сенің дәптерлерің, сіздің дәптерлеріңіз, оның дәптерлері. Біздің дәптеріміз, сендердің дәптерлерің, сіздердің дәптерлеріңіз, олардың дәптерлері. Келесі сабақта кездескенше, тіл білмей YouTube арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.